Баршаңызға сәлем. Бүгін жаппасай тамағын әзірлейміз. Ең алдымен қазанға майымызды құйып, 4 бұрыштап туралған пиязды жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін ет тартқыштан өткізілген сиыр етін салып, оны да жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын салып аламыз. Барлық көкөністерді біркелкі қылып 4 бұрыштап тураймыз. Сәбізді жақсылап қуырып алғаннан соң болгар бұрышын саламыз. Қызанақты да қуырып аламыз. Томат пастасын салып, араластырып, оны да қуырамыз. Қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Ол деген қуырылған көкөністер мен еттің бетін біршама жауып тұру керек. Қайнаған соң картопымызды саламыз. Қамырды алдын ала илеп қойдым. Кәдімгі мантының қамыры жүреді. Оны өстіп шұқалап жайып аламыз. Жайып болған соң сұйық майды жағып, 4 бұрыштап кесіп аламыз. Картопты салған соң тағы да біршама су құйдым, және де дәміне қарай тұзын көріп, одан кейін қамырды өстіп видеодағыдай салып шығасыздар. Қайнаған соң астын басып 20 минуттай пісіріп аламыз. Жаппасайымыз дайын болды. Тағамыз дайын болды. Нанымызды өстіп, бүктеп, тарелканың жан-жағына салып, ортасына подливын саламыз. Бетіне қалауларыңызша укроп және көк пияз салсаңыздар болады. Дәмді және өте тез дайын болатын жаппасай тағамымыз дайын.